Үміті ауыр Көлгінов Астананың амын шығарды. Африка емес, елорданың тұрғындары сусыз қалғанына қалай маңырамайсың? Бұл малдың монологы. Арнаға жазыл лайк бас, біз бастаймыз. Апталап сусыз қалған қалың қарашаның қиналысы Алтайды отырған орнында қипақтатты. Ақыры үкімет ақылды шешім қабылдап, вице-премьерді көтінен бір тепті. Алтайға бірақ поқ сияқты. Бұрынғы әкім кезінде бір нәрсе бүлдірдім-ау деп қызарған, оны көрмедік. Керісінше, ұялмаймын деп керіліп тұр. Я добросовестно работал, будучи акимом со своими коллегами ради интересов наших жителей. И это я своей работы не стесняюсь. Я тебе, долг, прощаюсь, сука. Ну, чтобы в глаза мне, блядь, не попадался в городе, понял? Алтайдың өзінен кейінгі әкімдерге аманаттаған боғын жіпке тізсек. ЛРТ деген жемқорлықтың ескерткішін орнатып кетті. Желорда қыс келсе қардың құрсауында қалатын. Сол жағалаудағы қымбат көліктің жүргізушілері де, сықиып киінген жаяу жүргіншілері де Алтайды бір боқтап алатын. Алтайдың арқасында астаналықтарға Венецияға барудың қажеті жоқ. Көктем мен күзде Венецияның өзі елордаға көшіп келетін. Ескегіңді берші маған, мен есейем, сен еспей. Бәрін қойшы, Алтай картопты 2020 жылы жарды. Пандемия асқынып, адамдар аурудан қырылып жатқанда, қала күніне деп миллиондаған ақшаның от шашуын атты. Алтай көкем саспайды. От шашуды халықтың еңсесін көтеру үшін аттым деп лаққанына не дерсің? Бір өзіңізді далбойөкпін деп есептемейсіз ба? Некоторых акимов так называли. 45 жастағы шенеуніктің жақын арада жаңа креслоға отыруы екі талай. Алда-жалда отырып жатсаң, халыққа пайдаң тимесе де, зияның тимесінші. Арнаға жазыл, пікір қалдыр, малдың айтары алда.